20 сұрақ. Өлеңнің идеясы неде? Ақын осы өлеңмен не айтпақ болды деп ойлайсыз? Менің ойымша, өлеңнің идеясы Қазақстан тәуелсіздікті алғанда автордың бүкіл сезімдерімен, яғни қуаныш пен шабытпен бөлісу арқылы қазіргі ұрпаққа тәуелсіздіктің маңыздылығын көрсету және болашақ ұрпақта өз отаны үшін мақтаныш сезімін тудыру деп ойлаймын. 21 сұрақ. Сатылай кешенді талдауды болады ма? Бұл сілтеме арқылы сендер бұл өлеңге сатылай кешенді талдауды қарай аласыңдар. 22 сұрақ. Автор қандай көркемдегіш құралдарды қолданған, мысал келтіре аласыз ба? Автор көптеген көркемдегіш құралдарды қолданған. Біріншіден, анафора. Анафора деп біз жаңа интонацияның бірдей сөзбен басталғанын айтамыз. Мысалы, өлеңнің ең бірінші жолдарынан бастап, біз көптеген тармақтардың алып сөзінен бастап тұрғанын көреміз. Бұл анафораның нағыз мысалы. Екіншісі, егер сендер өлеңге назар салып қарасаңдар, онда көптеген тармақтардың көрдім сөзімен аяқталғанын көре аласыңдар. Бұл анафораға қарама-қарсы көркемдегіш құралдың, яғни эпифораның мысалы болып табылады. Кейбір кезде анафора мен эпифора бірдей өлең жолдарында кездеседі, яғни бірдей өлең жолдарында бірге жұмыс істейді. Мысалы, өлеңдегі ең бірінші шумағына қарайық. Алып қораның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасымда алып тұлғалар жалағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Яғни алып сөзінен басталатын өлең жолдары көрдім сөзімен аяқталып тұр. Яғни анафора мен эпифора бірге жұмыс істеп тұр. Осында жағдайға ұқсас анафора мен эпифораның комбинациясын біз симплога деп атаймыз. Ассонанс дегеніміз поэзияда белгілі бір дауысты дыбысты бірнеше рет қайталай арқылы мәнерлілікті беру. Мысалы, жолдарды сезем, жонырқам менен мың жылдар өткен ұлы елім. Бұл жерде дауысты дыбысы 6 рет қайталанып тұр. Және менің ойымша, өлеңді оқығанда оның сонша қайталануы оған мәнерлілікті беріп тұр. Аллитерация. Ассонансқа қарама-қарсылық болып табылатын аллитерация дегеніміз поэзияда белгілі бір дауыссыз дыбысты бірнеше рет қайталай арқылы мәнерлілікті беру. Мысалы, ұлылық жайлы ойлайды басқа деген жерде Л дыбысы 4 рет, ұлы қорғандардың күйреуін көрген жүрегім деген өлең жолында Р дыбысы 5 рет, ал жылаған жоқпын, сұраған жоқпын анамнан дейтін өлең жолдарында Н дыбысы 6 рет қайталанып тұр. Эпитет. Қысқаша айтқанда эпитет дегеніміз белгілі бір құбылысты, тірі ағзаны, затты немесе сезімді көркем түрде анықтау және сипаттау. Көбінесе эпитет сын есім немесе үстеу ретінде кездеседі. Мысалы, алып сөздер деген тіркесте алып сөзі эпитет болып табылады. Өйткені сөз алып бола алмайды. Өйткені сөз зат емес, біз оны көре алмаймыз, тие алмаймыз. Міне сол тіркестен басқа мен өлеңде нәзік сезім және темір бұғаулар деген эпитеттерді тапқанмын. Метафора. Қысқаша айтқанда метафора дегеніміз екі құбылысты, тірі ағзаны, сезімді немесе затты салыстыра арқылы ауыстырмалы жақта қолданылатын сөз немесе фраза. Мысалы, бастарын сүйеп ғасырға фразасы метафора болып табылады. Өйткені ғасыр бұл зат емес, біз оны көре алмаймыз және тие алмаймыз. Бұл мысалдан басқа мен өлеңде тапқан метафоралар осылар. Империяның көз жасы, алып тәждердің балқығанын көрдім елтаңбаларға айналып, тұрғызу үшін жаңа әлем. Кейіптеу. Кейіптеу дегеніміз тірі ағзаға тән құбылысты жансыз нәрсеге қатысты айту. Мысалы, алып кітаптар торыққанын көрдім деген өлең жолында кейіптеу кездеседі. Торығу дегеніміз көңілі қайту, және тек қана тірі жандардың ғана көңілі қайта алады. Алайда кітаптар тірі жан емес. Сондықтан бұл фраза кейіптеу болып табылады. Бұдан басқа мен өлеңде тапқан кейіптеу мысалдар осылар. Алып ойлардың қорыққанын көрдім, алып заңдардың кемсеңдеуін көрдім, сахнаға шықты жас өмір, онсыз да оны жесірлік салған жасытқан еді мұң қайғы, ұлы қорғандардың күйреуін көрген жүрегім. Теңеу. Теңеу дегеніміз бір затты екінші затпен салыстыру. Мен өлеңде теңеудің тек бір ғана мысалын тапқанмын, оның да дұрыстығына мен кепіл бере алмаймын.
Сұлаған жаудай жебеден деген теңеуге ұқсайды, бірақ мен сенімді емеспін. Метонимия. Метонимия дегеніміз өзара байланысты ұғымдарды бір-бірімен ауыстыру. Мысалы, алып саналар жиналарын көрдім фразасында метонимия бар. Негізі сана дегеніміз ақыл, бірақ бұл жерде біз сана туралы айтып тұрған жоқпыз. Біз ақылды адамдар туралы айтып тұрмыз. Немесе сөз күту деген тіркес. Біз бұл тіркесті қолданғанда негізі сөзді емес, біреудің сөйлеп тұрғанын күтеміз ғой. Міне осындай бір-бірімен байланысы бар сөздерді ауыстыру біз метонимия деп атаймыз. Міне біз бұл тамаша шығармада көркемдегіш құралдардың 10 түрін тапқанбыз. Және мен ойымша бұл жеткілікті. 23-ші сұрақ. Автор оларды қандай мақсатта қолданған? Барлық көркемдегіш құралдар сөздерді көркемдеу үшін қолданылады. Және менің ойымша бұл жерде көркемдегіш құралдардың қолданылуы Қазақстан тәуелсіздікті алған шақты көркем сипаттау үшін қолданылған. 24-ші сұрақ. Автор өткен оқиғаларды қалай есіне алады? Қазақстан тәуелсіздікті алған кез біздің еліміздің тарихының ең маңызды сәттердің бірі болып табылады. Және менің ойымша автор көркемдегіш құралдарды қолдана арқылы сол ұлы сәттің ұлылығын өте сәтті көрсетті. 25-ші сұрақ. Автор тәуелсіздікті неге балайды? Яғни, автор тәуелсіздікті немен теңестіреді? Менің ойымша сол сұрақтың жауабы бұл өлең жолдарында бар. Темір шымылдық түрлерін көрдім, сахнаға шықты жас өмір. Яғни, автор тәуелсіздікті жаңа өмірге теңестіреді. 26-ші сұрақ. Автор тәуелсіздіктен не күтеді деп ойлайсыз? Менің ойымша автор тәуелсіздіктен Қазақстанға үлкен жетістіктер әкелетінін күтіп тұр. 27-ші сұрақ. Ерлан Жүністің бұл өлеңінен алынған өлең жолдарын Қалқаман Сариннің тәуелсіздік өлеңінің жолдарымен салыстыра отырып, екі өлеңнің ортақ идеясы бар екенін айта аласыз ба? Алып мүсіндер қирағанын көрдім, сұлаған жаудай жебеден алып саналар жиналарын көрдім, тұрғызу үшін жаңа әлем. Құрыштардың да шірігенін көрдім, сен болса болат тас егіл. Темір шымылдық түрлерін көрдім, сахнаға шықты жас өмір. Міне бұл өлең жолдарын енді Қалқаман Сариннің тәуелсіздік өлеңінің берілген өлең жолдарымен салыстыру керек. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзім барда өзегімде жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бағаландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай еркіндік, қош келдің. Менің ойымша екі өлең тақырыбы жағынан өте ұқсас болып келеді. Өйткені екі өлеңнің авторлары тәуелсіздікті қасиет тұтады. Ерлан Жүніс Қазақстан егемендігін алған кезін барлық ұлылығын сипаттап, тәуелсіздікті сахнаға шыққан жас өмірмен байланыстырса, Қалқаман Сарин тәуелсіздіктің бабаларымыз үшін қаншама маңызды екенін көрсетіп, оған қош келдің деп, оны құрметтеп тұр. Айтпақшы, менен сол сұрақты YouTube комменттерінде сұраған. 28-ші сұрақ. Өлеңді басқаша қалай атауға болады? Менің ойымша өлеңнің атауы оның идеясына мінсіз жарасады. Бірақ егер өлеңнің атауына балама іздесек, онда мен оған күннен жаралған оу, 6 жасында, алып қораның құлауы, немесе сахнаға шықты жас өмір деген атауларды берер едім. Құрметті достар, сендер сол өлеңге қандай ат қояр едіңдер? Егер сендерде жаңа идеялар болса, өз ойларыңызды комменттерге жаза аласыңдар. 29-ші сұрақ. Шығарма қай жылы жазылған болатын? Мен бұл ақпаратты ғаламторда таба алмадым. Алайда мен Ерлан Жүністің ВК парақшасын кіріп қарасам, ол өзінің шығармасын 2015 жылдың 16 желтоқсанда, яғни тәуелсіздік күнінде шығарған екен. Сондықтан біз бұл шығарманың салыстырмалы түрде жаңа екенін айта аламыз деп ойлаймын. Ең соңғы сұрақ, 30-ші сұрақ. Тәуелсіздікке арналған қандай өлеңдерді білесіңдер? 27-ші сұрақта талқыланған Қалқаман Сариннің тәуелсіздік өлеңінен басқа, мен ғаламтордан келесі өлеңдерді тапқанмын. Аида Абишеваның тәуелсіздік өлеңі, Алмас Ахметбекұлының Көк тудың желбірегені өлеңі, Алмат Исаділдің Мерей өлеңі, Асемгүл Жұмабаеваның ата-бабам аңсаған тәуелсіздік өлеңі, Аягөз Сыдықтың тәуелсіздік таңы атты өлеңі, Әмір Әлем Әсетұлының тәуелсіздік тұғыры өлеңі,
Гүлмира Көзембаевның «Тәуелсіздік тірегім» өлеңі, Ғабиден Қожахметтің «Азаттық» деген болашақ өлеңі, Жанат Жаубасовтың «Азатпын» өлеңі және Жүрсін Ерманның «Тәуелсіздікке тәуелділік» өлеңі. Тізім әлі біткен жоқ. Ғаламтордың арқасында біз тәуелсіздік тақырыбымен байланысты көптеген өлеңдерді таба аламыз. Мен атаған өлеңдердің барлығын сендер білім ол немесе білім ал дейтін тамаша сайтта қарай аласыз. Сілтемесін мен видеоның астында қалдырамын. Міне біз Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» атты өлеңімен байланысты 30 сұраққа жауап бердік. Енді менің тәуелсіздік туралы айтар сөзім бар. Былтыр Қазақстанның өз тәуелсіздігін алғанына 30 жыл толды. Біздің еліміз одан әрі көркей берсін. Қазақстандықтар үлкен жетістіктерге жете берсін. Халқымыз аман болсын, аспанымыз туымыздың түсіндей көгілдір және ашық болсын. Құрметті қазақстандықтар, тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты болсын. Сау болыңыз.